Бәрі оны мәңгілік бойдақ өтеді деп ойлаған. Бірақ 42 жасында оның өмірі күрт өзгерді. Оның ата-анасы ол кішкентай кезінде-ақ ажырасып кеткен. Бұл баланың мінезіне қатты әсер етті. Со Джи Соп көпшілік алдында эмоциясын мүлдем көрсетпейтін, өте тұйық интроверт болып ержетті. Ол 42 жыл бойы жалғыз болды. Ұзақ уақыт бойы өзін тек ауыр жұмысқа және күрделі ішкі әлеміне арнап, оқшау өмір сүрді. Жанкүйерлері мен әріптестері бұл харизматикалық корей актері ешқашан үйленбейді деп шын жүректен сенген еді. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен. 42 жасында ол өзінен 17 жас кіші сұлу қызды кездестірді. Ешқандай артық пафоссыз, журналистердің шуынсыз, екеуінің арасында өте терең рухани байланыс орнады. Сөйтіп, 46 жасында Со Джи Соп өмірінде бірінші рет ресми түрде отбасын құрды. Қазір 48 жастағы актердің физикалық формасы керемет. Және ол жұртты таңғалдырудан жалығар емес. Оның жаңа рөлдері барлық чарттарды жарып, рекордтарды бұзып жатыр. Бұл әсерлі оқиға бір нәрсені дәлелдейді. Ұзақ жылдар бойы жалғыз болып, ғажайып күтуді доғарған күннің өзінде нағыз махаббат кенеттен келуі мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз адамыңды кез келген жаста кездестіруге бола ма? Әлде бәрінің өз уақыты бар ма? Комментарийге жазыңыз.